Өздеріңіз естіп білгендей, өткен аптада Путин мен Трамп Аляскада кездескен еді. Екі үлкен мемлекеттің тізгін ұстаған қос президент қандай келісімге келді? Қайсы елді кім ұпай жинады? Күні кеше Трамп Украина басшысы Зеленскиймен де кездесіпті. Артынша ілесіп Еуропа басшылары да келген. Трамп шынымен ағайын екі елді татуластырғысы келе ме? Зеленский бұл жолғы кездесуге костюм киіп келгеніне қарағанда жақсы хабардың ауылы алыс емес деп жатыр. Қатты мұз ери бастағаны ма? Оқ тиіп жараланған Руслан Берденов сот алдында жауап берді. Денсаулығы сыр беріп төсекте тұра алмай жатса да, ең бастысы айыпталушылардың жаласына ашулы болса да, Берденов эмоциясын тежей алыпты. Берденов сонымен не айтты? Ал Берденовтың адвокаты болса, Берденов туралы былыққа толы жаңалықтардың басында Жиенбайдың қайнағасы таратқанына сенімді, өйткені ол атақты журналист екені белгілі болды. Ернар Жиенбайға 11 жыл бұл мемлекеттік қызметкерге шабуыл жасаған үшін аз емес пе? Ақпарда осы шулы оқиғаларға тоқталамыз. Ассалаумағалейкум. Берденов сотта сөйледі. Өзі бармаса да сотқа онлайн қосылып, ойындағысын айтып тастады. Берденов мені өлтірмек болған адамды кешірмеймін деп бірден айтыпты. Сөйтті де ел ішінде қатты талқыланған Жиенбайдың әйелімен қатынасы жайлы жаңалықтарға нүкте қойды. Берденов мұндай жала жапқан Жиенбайға жиіркенішін білдіріп, керек болса Құран ұстап тұрып ант беруге дайынмын депті. Алданова Луизаның да өзінің сол күні берген несі бар ғой, показаниясы бар ғой, ол да оны растап тұр. Біз көріспегенімізді, мен шынды айтсам, кім екенін де білмеймін, көрмегенмін. Және де тағы да қайталап айтамын, бұны мен полиграфпен де, детектор лжымен де айтуға дайынмын. Берденов ауруханада жатқан кезінде Жиенбайдың қайнағасы, яғни Алданова Алуаның ағасымен кездесіпті. Сөйтіп ол әңгімеде ол қарындасы үшін алып ұшып жүргенін айтып, онымен сөйлескенде ағынан жарылған. Әңгіме барысында Берденов пен Алданова арасында ешқандай байланыс жоқтығын айтқан, бірақ әйелі мықты еркектің прототипі ретінде Жиенбайды Русланмен салыстырғанын мойындапты. Берденов болса бәрі жұмыстан қуғаннан басталғанын айтып, ешқандай басқа сипат жоқтығын айтып отыр. Ал Берденовтың заңгері болса басынан ақпараттық соққының болуы қайнағасы тұрғысынан болғанын айтып отыр. Сөзінше, айыпталушының әйелінің ағасы Нағашыбек Алдан бір агенттікте журналист болып жұмыс істейді екен. Әрі ақпараттық қолдауды сол берді деп отыр. Мы думаем, по нашему мнению, может мы ошибаемся, конечно, но вся та позиция... Біздің ойымызша әрине қателесуіміз де мүмкін. Осы іс барысында барлық бұқаралық ақпарат құралдарында менің қорғалушыма ақпараттық шабуыл болуы дәл осы Алданов Нағашбек тарапынан болды деп ойлаймын. Өйткені ол өзі ақпараттық агенттікте жұмыс істейді. Берденовке келіп, жағдайды кешіріп қойыңыз деп айтқанымен басқа әріптестеріне ақпараттық қолдау беру туралы тапсырма жүктеген. Бұлай деуімнің себебі сотта Жиенбай айтқан көп мәліметтер жауап бере алмаған тұстары алынып тасталып, тек осындай отбасылық жағдайлар кесіліп жарияланып отыр. Сонымен қалай десе де Берденов Жиенбайға кешірім бермеймін деп кесіп айтыпты. Ал мемлекеттік айыптаушы болса Жиенбайға Берденовтың өлгенін қалады, әрі бұл әрекеті үшін қатаң жаза алу керек деді. Прокурор Ернар Жиенбайға 11 жыл 3 ай темір торға қамау керек деді. Айта кетейік, бұған дейінгі сот процестерін ескерсек, көбінесе сот прокурордың үкімін ескеріп жатады. Берденовтың соты аяқталар тұста сот Абинур Қарабаев сот залындағы журналистке бейәдеп көрсетті. Камера қарап тұрғанын байқамады ма, әлде бұл күнделікті әрекетіме журналист Ботагөз Омаровға қарап тұрып тілін шығарған. Аталған жазба әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Ал бұл әрекетті көзбен көрген Ботагөз Омарова әлде болсын таң қалып отырғандығын айтыпты. Журналистік тәжірибемде талай нәрсе көрдім, бірақ сот залында судьяның тіл шығарып көрсеткенін алғаш рет көруім. Айтпақшы, Тибетте тіл шығару амандасудың белгісі екен. Бәрі жақсы болар еді, достар. Егер мен Тибетте жүрсем, ал мен Шымкенттемін, сондықтан әлі ойланып отырмын, судья Қарабаев не айтқысы келді екен. Абинур Қарабаевтың әрекетіне байланысты қызметтік тексеріс тағайындалды. Кейінірек бұл мәселе судьялық этика жөніндегі комиссияда қаралатын болды. Алыптар айқасып болып енді ажырамас дос болуға шешім қабылдады ма? Жақындағы Путин мен Трамптың кездесуін әлемдік басылымдар, саясаттанушылар түрлі сарында талқылап жатыр. Кім елді, кімге ұпай бұйырды?
Трамп Путиннен кейін Украина басшысымен кездесті. Түні бойы осы Трамп пен Зеленский туралы әлемдік басылымдар жарыса жазып жатыр. Сол ақпараттардың сіздерге жеткізу үшін асыға алдарыңызда отыр. Сонымен Зеленский ақшқа келе сала Ақ үйге бірден беттепті. Сырт келбетіне қарап суыт хабармен жетпегені байқалады. Бұған дейін басқа басшыларды кабинетінде күтетін Трамп бұл жолы Зеленскийді өзі көліктен түсіріп алған. Келіссөздерге Франция мен Финляндия президенттері, Германия канцлері, Ұлыбритания премьері, Еурокомиссия басшысы және де НАТО бас хатшысы да ұшып келген. Зеленский көліктен түсе сала Америка құрама штатының басылымы бірден Зеленскийдің киім үлгісіне назар аударып талқылап жатыр. Кей деректерге сүйенсек, Ақ үй Зеленскийден соңғы уақытта жиі киіп жүрген әскери стилдегі киімнен бас тартуды сұраған екен. Дипломатияда дипломатиялық тәртіп деген нәрсе болады. Біріншіден ол жаңағы жестер, жаңағы ол даже дресс-кодқа байланысты болуы мүмкін. Енді соңғы кездері мынау әсіресе кешегі саммиттегі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне сұхбатқа жауап бермеуі, немесе жаңағы өткенде Ақ үйдегі жаңағы Зеленскийді шақырып ал Ақ үйден жаңағы кетіп қалуы, ол Зеленскийді шығарып салуы тезірек. Мұны әрине бұның барлығы да дипломатияға жатқылықтар әрине. Бірақ енді егерде сөз бар ғой, егерде сіз сол мемлекеттің тілін білетін болсаңыз, ол уже дипломатияда үлкен жетістік деп. Сол сықылды сен егерде келесі кездесіп отырған президентінің, мемлекет басшының жаңағы ыңғайына жығылып, ебін тауып, жаңағы соның жаңағы жақсы келіссөз өткізудің өзі де жарты бір үлкен бір жетістік. Әрине бұл тарапта енді осы көптеген жаңағы тырнақшаның ішіндегі дипломатияға сай бір әрекеттердің болуы да бұл жерде бір үлкен бір қызықты дүние деп есептеуге болады. Сондықтан да осындай мәселелер. Жалпы мұндай жиындарда шенділердің киген киімдері үлкен мағына береді. Естеріңізде болса, бұған дейін Путин мен Трамп кездесуіне барған Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров СССР жазуы бар жемпір киіп барған еді. Бәрін байқағыш батыс басылымдары онда жарыса жазды. Бірі мұны Ресейдің билігінің осындай астыртын ой десе, енді бірі осы арқылы Кремль басшыларының күшін көрсеткісі келді дейді. Жарайды, енді әңгімеден алыстамайық. Зеленскийді күтіп алған Трамп жеке кездесуден кейін бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шығып, сұрақтарына жауап берді. Журналистерге берген брифингтегі ақпараттарды айтып берейін. Өйткені мұның алдында Америка құрама штатының басшысы мен Украина президенті не туралы сөйлескендері өздеріне ғана аян. Келіссөз барысында жаңағы ортақ келісімде алдағы кездесулердің жайын талқылауы мүмкін, алдағы кездесудің орнын белгілеуі мүмкін, және алдағы кездесуде қандай да талаптар қойылатын, сол жерде нақты кешегі кездесуде өзара жаңағы ақылдасуы мүмкін. Енді бұл жерде ақш басшысының негізгі мүддесі соғысты тоқтату. Оны өзі де мәлімдеді. Сайлауалды бағдарламасында да көрсетті. Енді бұл жерде енді мен соғысты бір-ақ күнде тоқтатамын деді, мәселенге. Но бірақ енді осы қалыптасқан ахуалға байланысты бұл енді әрине ұзақ созылатын процесс. Сондықтан да бұл ақш басшысының негізгі миссиясы осы арағайындық таныту және де осы жаңағы соғысты тоқтату. Әрине бұл жерде Зеленскийге жаңағы Путиннің сәлемдемесін жеткізу деген сияқты дүниелер айтылады, әрине. Олар қандай мақсатты көздеп отыр Ресей басшысы? ақш-тың жаңағы бұл жердегі мүддесі қандай? Сол сияқты алтын ортасы болады кез келген нәрсенің. Трамп пен Зеленский журналист өкілдерімен 25 минуттай сөйлесті. Трамп шынымен ағайын екі елде татуластыруға кірісіп кеттім деді. Егер кездесу болмаса соғыс жалғаса береді деп сөзін жалғапты. Киевке қорғаныс уәде етті, бірақ НАТОға мүше болуын жайын қозғамапты. Ал Зеленский болса Украинада президент сайлауын өткізуге қарсы еместігін айтқан. Ол үшін қауіпсіздік кепілдерін қамтамасыз ету керек дегенді айтыпты. Айта кетейік, Украина елінің басшысы Владимир Зеленскийдің президенттік мерзімі аяқталуға жақын. Сол себепті әлемдік басылымдар Украина жаңа басшысы болуы мүмкін деген ақпарды жарыса жазып жатыр. Неде болса, Киев ақш ұсынған соғысты тоқтату бастамасын қолдаймыз деп отыр екен. Сондай-ақ Зеленский Украинаға барлық кепілдіктер қажет екенін, оның ішінде әскер мен ақшты қоса алғанда ірі елдердің қолдауы маңызды екендігін жеткізді. Естеріңізде болса, осы демалыста Трамп пен Путин екеуі кездесіп, жұрт алдына шығып тың мәліметтер айтқан болатын. Сақа саясаттанушылар бұл жерде Трамптың саясаттан гөрі іскерлік әрекетін байқап, экономикалық тұрғыдан Трамп ұпайға ие болды десе, ал енді саяси бедел тұрғысынан Путиннің атағы жоғарылап бір серпіліп қалғандығын айтты отыр.
Америка президенті әзірге ешқандай да бір түйінді мәселелердің жасалмауы және мәміле жасалмады деп оны мойындады. Алайда екі елдің де басшылары бұл саммит жалпы осы Украинадағы бейбітшілікті орнату жолындағы нақты бір қадамдардың алғышарты болды деп мәлімдеді. Жалпы күллі әлем назар аударған кездесуге қатысты оптимистік те, пессимистік те болжамдар расталған жоқ. Жалпы осы 6 сағатқа созылуы мүмкін деген кездесу 3 сағатта аяқталды. Және де бұл енді саммит осы қазіргі осы Украинадағы дағдарысты және де осы әлемде қалыптасқан мәселені бір шешуде, мәселенің түйінін тарқатудағы бір алғышарт болды деп есептеуге толықтай болады деп ойлаймыз. Шынымен де бұған дейін Ресей басшысына қатысты қатқыл мәлімдемелер жасап келген Трамптың басқа күйде шыға келгені жұртты енді таң қалдырды. Десе де Трамп бата алмаған сұрақтарды журналистер баспасөз конференциясында айтып, Путинді талап тастай жаздады. Мұндай әрекетке әбден еті үйренген Путин болса, міз бақпай шама шарқынша мимикамен болсын жауап беруге тырысқан еді. Осы кездесуден кейін Трамптың басты ойы тез арада Ресей, Украина, ақш саммитін жедел ұйымдастыру. Содан кейін Путин үйіне жетіп, Кремльде үлкен жиын өткізіп, өз жақтастарына есеп берген еді. Неде болса, Путин де, Зеленский де болсын, Трамп та бұрынғы қарқынды түсіріп, келісім столына отыруға ниетті екендігін байқадық. Өйткені қай-қайсысы болсын көрсетер сестерін көрсетті, алайда қырсық мінезге тартса экономикалық апатқа алып келетін кеш болса да түсінген сыңайлы. Өйткені өздеріңіз білетіндей соғысқан мемлекеттің қайсысында болсын даму болмайды. Ал әлем болса сағат емес секунд сайын өзгеріп жатыр. Экономиканы да тежей берсе, тоқтау судай сасып кететіні белгілі. Бұл енді соңғы жаңалықтарды оқып, кейбір арандатушылардың айтып отырғаны тағы бір дүниежүзілік соғыс болады деген сөздері құр сандырақ екендігіне сене бастадық. Сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? Осы жылы Украина мен Ресей татуласуы мүмкін бе? Пікір жаза кетіңіздер, саяси көзқарастарыңызды білдіре кетіңіздер. Аман сау болайық.